Неге 50 жастан кейін аяқ күші әлсірейді? Және тағамның қандай қатысы бар? 50 жас адамның денесінде тыныш қана, бірақ өте маңызды өзгерістер басталатын кезең. Бұл жаста көптеген адамдар аяқтарындағы бұрынғыдай серпінділіктің, күштің, төзімділіктің азайғанын байқайды. Бұрын оңай жасайтын қарапайым қимылдар, баспалдақпен көтерілу, ұзақ жүру, тіпті таңертең төсектен тұрған кезде аяқтың ауырлап тұруы, бірте-бірте қиындық тудыра бастайды. Бұл әлсіреу қартайғаннан емес, көбіне бұлшықет пен тамыр жүйесінің жасқа байланысты табиғи өзгерістерінен, гормондық теңгерімнің баяулауынан, қандағы микроэлементтердің азаюынан болады. Алайда көп адам байқамайтын бір маңызды фактор бар. Күнделікті жейтін тағамның өз әсері. Жасы 50-ге келгеннен кейін организм бұрынғыдай барлық нәрсені оңай қорыта бермейді. Кейбір тағамдар денеге бірден зиян тигізбейді, бірақ жылдар бойы жинақталған әсері аяқтағы бұлшықетті әлсіретіп, қан айналымды нашарлатып, жүйкені шаршатып, буындарды әлсіретіп, ақырында аяқ күшін айтарлықтай төмендетеді. Бір қарағанда, көбіне зиянсыз деп көрінетін кей тағамдар шын мәнінде 50 жастан кейінгі адамға ауыр соққы береді. Мысалы, жас кезде ағза өзі тазартып, артық тұз бен қантты шығарып үлгерсе, 50 жастан кейін бүйрек, бауыр, қан тамырлары баяу жұмыс істейді. Сол себепті белгілі бір тағамдар аяқты әлсірететін бірнеше механизмге әсер етеді. Бірінші, қабынуды күшейтуі. Артық қант, май немесе жасанды қоспалар ағзада баяу, созылмалы қабыну шақырады. Бұл қабыну бұлшықеттің қалпына келуін баяулатады. Аяқ бұлшықеті қатаяды, тез шаршайды. Екінші, қан айналымын нашарлатуы. Қан тамырлары жасқа қарай икемсіз болады. Кей тағамдар тамырдың ішкі қабатын бұзып, қанның қоюлануына әкеледі. Қою қан аяққа дұрыс жетпейді. Үшінші, бұлшықет массасын азайтуы. Протеині аз, көмірсуі көп тағамдар адамның жасын тез жеп, бұлшықетті сортырады. 50 жастан кейін саркопения, яғни бұлшықет азаюы өте белсенді жүреді. Төртінші, жүйке өткізгіштігін әлсіретуі. Аяқ күшінің бір бөлігі тек бұлшықетке емес, оны басқаратын жүйкеге байланысты. Кей тағамдар жүйкенің қоректенуін бұзады. Бесінші, сүйек құрылымына әсері. Кальцийді сорып алатын Д дәруменінің жұмысын бәсеңдететін тағамдар аяқтың тіреу жүйесін әлсіретеді. Осы 7 түрлі механизмнің бәрі күнделікті жейтін кей тағамдармен тікелей байланысты. Бүгін мен саған 50 жастан асқан адамдардың аяқ күшін тез жоғалтуына себеп болып жүрген 7 негізгі тағамды өте кең, толық, егжей-тегжейлі етіп түсіндірем. Әр бөлімді ерекше терең талдап, оның ағзаға механизм арқылы қалай әсер ететінін, нақты қандай өзгерістер туғызатынын толық баяндап шығамын. Қант және қант қосқан аяқ күшін ең жылдам әлсірететін жасырын жау. 50 жастан асқаннан кейін аяқтағы әлсіздік көбіне байқалмай басталады. Жүру кезінде тез шаршап қалу, баспалдақпен көтерілу қиындауы, бұлшықеттің қатаюы, түнде аяқ тартылуы, таңертең аяқ ауырлап тұруы. Осының бәрінің бір үлкен себебі бар. Ол қант. Көп адамдар қантты тек артық салмақпен байланыстырады, бірақ оның аяқтағы бұлшықет пен қан тамырларына беретін зияны әлдеқайда терең. Қант бұлшықеттің энергетикалық жүйесіне ең қауіпті заттардың бірі. Жас кезде ағза қантты энергияға оңай айналдырады, бірақ 50 жастан кейін жасушалық рецепторлар сезімталдығын жоғалтып, инсулиннің жұмысы әлсірейді. Инсулиннің жұмысы бұзылған кезде қант жасушаға кірмей, қанда ұзақ жүреді. Осындай созылмалы жоғары қант деңгейі аяқ бұлшықеттерін 3 түрлі механизммен әлсіретеді. Бірінші механизм – бұлшықет талшықтарының қатаюы. Қант қанда ұзақ жүрген сайын, ол тіндермен байланысып, гликацияланған ақуыздар түзе бастайды. Бұл не деген сөз? Яғни қант бұлшықеттің нәзік эластин және коллаген талшықтарын жағып, оларды қатан, серпінсіз, икемсіз күйге әкеледі. Осы өзгерістерден кейін бұлшықет қозғалыс кезінде бұрынғыдай серпінді болмайды. Аяқ шаршаған кезде қалпына келуі өте баяулайды. Дене белсенділігі азаяды, адам күн сайын күш жоғалта береді. Гликация процесі жасқа қарай жылдамдай түседі. Бұл процесс тағамдағы таза қантты ғана емес, жасырын қантты да, печенье, тәтті тоқаш, газды сусын, йогурт, дайын соустар тездетеді. Екінші механизм – аяқтағы қан айналымының бұзылуы. Қанттың тағы бір қауіпті қасиеті қан тамырларының ішкі қабатын зақымдауы.
Қант жалғаса жоғар болған кезде тамырдың ішкі эндотелий қабаты қабынып, микрожарықтар пайда болады. Сол жарықтарға холестерин жабысып, тамыр тарлық қалады. Аяқ адам денесінің ең алыс бөлігі болғандықтан, қан айналым ең алдымен осы жерде нашарлайды. Нәтижесінде қан қоюланады, аяққа қан баяу жетеді, оттегі аз түседі, бұлшықет тез шаршап, қалпына келмейді. Тінде аяқтың тартылуы, аяқта ауырлық, сыздау, бәрі осы қан айналымының бұзылуынан. Үшінші механизм – жүйке жүйесінің әлсіреуі, нейропатия. 50 жастан асқан адамдарда қантты көп жеу аяқтағы жүйкенің жұқаруына әкеледі. Қандағы артық қант жүйке талшықтарын қоректендіретін ұсақ капиллярларды бітеп тастайды. Бұл диабеттік емес нейропатия деп аталады. Яғни қант диабеті болмағанның өзінде жүйке зақымданады. Симптомдары: аяқтың июі, ыстық немесе ине сұғып тұрғандай сезім, әлсіздік, кепетеңдік жоғалуы, қадам басқанда өзін сенімсіз сезіну. Егер жүйке сигналды дұрыс өткізбесе, ең мықты бұлшықеттің өзі толық жұмыс істей алмайды. Осы себептен қант аяқ күшін іштен жеп қоятын тыныш жау. Қант қосылған сусындар ең қауіпті форма. Газды сусындар, энергетиктер, пакеттегі шырындар қантты тікелей қанға құяды десе де болады. Ондай сусындар қандағы қант деңгейін зымыран сияқты көтереді. 50 жастан асқан адам үшін бұл тамырларға, бұлшықетке және жүрекке өте ауыр салмақ. Диета өнімдерінің жасырын қауызы. Көп адам калориясы аз деп диеталық йогурт, печенье, батончик жейді. Онда қанттың орнына жасанды тәттілендіргіш бар. Ал жасанды Екінші бөлім. Тұз және тұзды өнімдер. Аяқ сынуының, бұлшықет әлсіздігінің және қан қысымының жасырын себепшісі. 50 жастан асқаннан кейін аяқтың ауырлап, тез шаршауының бір өте кең таралған себебі бар. Көп адам оны байқамайды. Өйткені бұл нәрсе күнделікті дастарханда әрқашан тұрады. Ол ас тұзы және тұз мөлшері өте жоғары дайын өнімдер. Көп адам тұзды тек қысымды көтеретін фактор деп біледі. Бірақ оның аяқ бұлшықеттің әлсіреуіне, аяқта су жиналуына, қан айналымының төмендеуіне тигізетін нақты әсері әлдеқайда терең. Әсіресе 50 жастан асқан адамдардың ағзасы тұзды бұрынғыдай тез шара алмайды. Бүйрек баяу жұмыс істейді, натрий калий теңгерімі бұзылады. Сол себепті тұз аяқ күшінің жасырын жауының бірі. 1. Тұз аяқта су жиналуын күшейтеді. Ісіну. Ағзада тұз көбейген сайын су жасушаларға және тіндердің арасына тартыла бастайды. Бұл процесс ең алдымен аяқта байқалады. Себебі аяқ дененің ең төменгі бөлігі. Ауырлық күші сұйықтықты төменге жинайды. Қан айналымы төменгі аяқ қолға соңынан жетеді. Тұзды көп қолданатын адамдарда кешке қарай аяқтың ісінуі, аяқ киімнің тар болуы, балтырдың қатайып ауырлауы өте жиі кездеседі. 50 жастан кейін лимфа жүйесі баяулайды, тамырлар икемсіз болады. Сондықтан тұздан жиналған сұйықтық оңай шықпайды. Ісіну жай ғана су емес, ол бұлшықетке оттегі жетуін баяулатып, аяқтағы күштің азаюына тікелей әсер етеді. 2. Тұз бұлшықет құрамындағы калийді азайтады. Калий бұлшықеттің негізгі минералы. Ол бұлшықеттің жиырылуына, жүйке импульстарының дұрыс өтуіне, аяқтың икемділігін сақтауға жауап береді. Егер ағзаға тұз, натрий, тым көп түссе, калий автоматты түрде азаяды. Тұз көп болған кезде бұлшықет жиырылуы әлсірейді, аяқ тез шаршайды, аяқ тартылуы, судорога, жиілейді, қалпына келу баяулайды. Бір қызығы, көп тұз қысымды ғана емес, бұлшықет күшінде төмендетеді. 3. Тұз қан тамырларын қысқартады, аяққа қан аз барады. Тұз тамыр қабырғасын қалыңдатып, олардың икемділігін азайтады. Тамыр тарылған кезде аяқ бұлшықетіне оттегі мен қоректік заттар баяу жетеді. Осыдан кейін аз ғана жүрудің өзі аяқ шаршатады. Баспалдақпен көтерілу қиындайды. Жүрек аяққа қан айдауға көп күш жұмсайды. Аяқтағы ауырлық сезімі күшейеді. 50 жастан асқан адамдарда бұл процесс жылдам жүреді. Себебі тамырлар табиғи түрде қатаюға бейім. 4. Тұз буындардағы сұйықтық құрамын бұзады. Көп адам біле бермейтін нәрсе, буын ішіндегі синовиальды сұйықтық та электролиттерге байланысты. Тұз көп болғанда сұйықтық қоюланып, буындар қатаяды. Бұл аяқта қозғалыс кезінде ауырлық, сықырлау, шаршау сезімін күшейтеді. Егер күнде таңертең тізе немесе тобық қатты болып тұрса, себебі тек буын емес, тұз мөлшерінің артық болуы мүмкін. 5.
Тұзды дайын өнімдер ең қауіпті. Адам тұзды көбіне тамаққа салған ас тұзы ретінде елестетеді. Бірақ нағыз қауіпті тұз жасырын тұз. Ол дайын өнімдерде өте көп кездеседі. Шұжықтар, колбаса, сосиска, ветчина, маринадталған тағамдар, фастфуд, чипсы, крекер, снектер, консервіленген балық, ет, дайын соустар, соевый соус, кетчуп, майонез. Үшінші бөлім. Трансмайлар мен фастфуд аяқ бұлшықеттерін баяу өлтіретін, тамырларды бітеп, күшті азайтатын ең қауіпті тағамдардың бірі. 50 жастан асқаннан кейін аяқтың әлсізденуі, шаршағыштықтың артуы, баспалдақпен жүрудің қиындауы, балтырдың тез тартылуы немесе аяқтағы тұрақты ауырлық. Бұлардың артында көбіне трансмайлар мен фастфуд тұрады. Бұл тағамдар тек артық салмаққа әсер етіп қоймайды. Олардың ең қауіпті жері бұлшықет жасушаларын іштен зақымдайтыны, тамырларды тарылтып, жүйке жүйесін әлсірететіні. Трансмайлардың ағзаға енуі, аяқ күшінің төмендеу механизмі дәл қант пен тұз сияқты тыныш түрде біртіндеп жүреді. 50 жастан соң ағзадағы антиоксидант деңгейі азаяды, жасуша қалпына келуі баяулайды. Сондықтан трансмайлардың зияны 2 есеге өседі. 1. Трансмайлар бұлшықет жасушасын қабындырады. Бұл аяқ күшін күннен күнге төмендетеді. Трансмайлар табиғатта жоқ, жасанды өзгеріске ұшыраған қатайған майлар. Олар тағамға дәм, иіс, ұзақ сақталғыштық береді. Бірақ ағза бұл майларды бөтен зат ретінде қабылдайды. 50 жастан асқан адамдардың бұлшықет жасушалары трансмаймен жанасқанда не болады? Жасуша қабығы қатаюға бастайды. Митохондрия энергия өндіруді баяулатады. Қабыну маркерлері, илшеш, ТНФ-альфа көтеріледі. Бұлшықет талшықтары әлсірей бастайды. Яғни трансмайлар бұлшықеттерді жай ғана шаршатпайды. Оларды іштен қабындырып, энергиядан айырады. Сол себепті адам күні бойы әлсіз сезінеді, аяқтар тез қажиды. 2. Фастфуд аяққа оттегі жеткізетін тамырларды тарылтады. Фастфудтағы трансмай қаныққан май, артық тұз және жасырын қан тамырлардың ішкі жабындысын эндотелий зақымдайды. Бұл зақымдану нәтижесінде тамырлар икемсіз болады, қан қоюланады, ұсақ капиллярлар бітеледі, аяқ бұлшықеттеріне қан өте баяу барады. 50 жастан асқан адамда бұл процесс тез жүреді, себебі қартаюмен бірге тамыр қабырғасы өзі де қатаюға бейім. Егер фастфуд жиі желінсе, аяққа қан жетпей, күш табиғи түрде төмендей береді. Оттегі жетпеген бұлшықет тез шаршайды, жиі жанып тұрғандай ауыр сезім береді, ұзақ жүрген кезде тартылу немесе діріл пайда болуы мүмкін. 3. Трансмайлар жүйке жүйесін зақымдайды, аяқтағы сигнал әлсірейді. 50 жастан кейін жүйке жүйесі өте нәзік болады. Трансмайлар миелин қабатын бұзып, жүйке талшықтарын баяулататын токсиндер түзеді. Бұл процесс аяқтағы нейрондарға әсер етіп, аяқтың июі, шаншу сезімі, аяқты көтеру қиындауы, тепе-теңдіктің жоғалуы, қадам басқанда сенімсіздік сияқты белгілерді туғызады. Бұлшықет күшінің жартысы жүйке сигналдардың сапасына байланысты. Сигнал дұрыс өтпесе, ең мықты бұлшықеттің өзі толық жұмыс істей алмайды. 4. Фастфуд гормондық жүйені бұзады. Бұл да аяқ күшіне соққы береді. Фастфуд құрамындағы майлар мен зиянды қоспалар Е621, Е631, глутамат, ароматизаторлар, стресс гормоны кортизолды көтереді. Кортизол жоғары болса, бұлшықет ақуызы ыдырайды, катаболизм, аяқтағы күш әлсірейді, қалпына келу баяулайды. 50 жастан асқан адамдарда табиғи түрде андрогендер азаяды. Сондықтан кортизол көтерілгенде бұлшықет әлсіздігі күшейе түседі. 5. Фастфуд ағзадағы артық салмақты көбейтеді. Аяққа тікелей ауырлық түседі. 50 ақ нан және тәтті тоқаштар. Аяқ бұлшықетінің энергиясын ұрлайтын, қандағы қантты күрт көтеріп, әлсіздікке әкелетін жасырым қауіп. 50 жастан асқан адамдардың аяқ әлсіздігі, тез шаршауы, баспалдақпен көтерілу кезінде аяқтың жансызданып, ауырлап кетуі, көбіне қант деңгейінің дұрыс реттелмеуінен болады. Бұл мәселе көбіне ақ ұннан жасалған тағамдармен тығыз байланысты. Көп адам тәттінің зиянын жақсы біледі, бірақ ақ ұнның тәттіден еш айырмашылығы жоқ. Тіпті кейде одан да қауіпті. Себебі ақ ұн асқазанға түскенде өте тез қант қайналады да, қандағы глюкозаны бірден көтеріп жібереді.
Бұл өзгеріс аяқтағы қан тамырларына, жүйке талшықтарына және бұлшықет энергиясына тікелей әсер етеді. Тәтті тоқаштар, ақ нан, бәліштер, печенье, магазин тоқаштары. Бұлардың барлығы 50 жастан асқан адам үшін аяқ күшін төмендететін негізгі факторлардың бірі. Бірінші, ағын қандағы қантты күрт көтереді. Бұл аяқтағы энергияның құлдырауына әкеледі. Ағыннан жасалған кез келген тағам, нан, бауырсақ, самса, печенье, тоқаш өте тез қантқа айналады. Бір тілім ақ нанның өзі қандағы қантты тәтті сусын сияқты көтеріп жібереді. Қанда қант күрт көтерілгенде не болады? Ұйқы безі инсулинді көп бөледі. Қант жасушаларға тез кіреді. Содан кейін қант деңгейі күрт түседі. Энергияның бір сәтте төмендеуі болады. 50 жастан асқан адамдарда бұл құбылыс жиірек және қатты сезіледі. Қанттың осылай бірден көтеріліп түсуі, аяқта әлсіздік, діріл, жүрек қағуы, аяқтың жер басқанда босап кетуі, тез шаршау сияқты белгілерді тудырады. Екінші, қандағы қанттың ауытқуы. Аяқ бұлшықетінің митохондриясын әлсіретеді. Митохондрия бұлшықеттің моторы. Аяқтың күші осы энергия станцияларына байланысты. Қант деңгейінің жиі ауытқуы, таңертең тоқаш жеп қою, кешке нан көп жеу, митохондрияны шаршатады. Нәтижесінде бұлшықет энергия өндіруді азайтады. Аяқ тез шаршайды. Ұзақ жүру қиын болады. Қалпына келу баяулайды. Күні бойы аяқ ауыр сезіледі. Бірнеше ай бойы ақ нанды жиі жеу аяқ бұлшықетінің жасушалық деңгейде әлсіреуіне әкеледі. Үшін, ағын инсулинге резистенттілікті күшейтеді. Бұл аяқ тамырларының тарылуына себеп болады. Инсулинге резистенттілік жас ұлғайғанда ең қауіпті жағдайлардың бірі. Ол тамырдың ішкі қабатын зақымдайды. Ағынды көп қолданатын адамдарда жүйелі қабыну пайда болады. Тамыр қабырғасы қатаюы мүмкін, аяқтағы капиллярлар бітеледі, қанның аяққа жетуі баяулайды. Аяққа қан жетпесе, күш жоғалады. 50 жастан асқан адам таңертең аз жүрсе де, аяқтың шаршауының себебі осы. Төртінші, ағын жүйкенің қорғаныс қабатын бұзады. Аяқтың үйімен шаншуына әкеледі. Қандағы қант жиі көтерілген кезде жүйке талшықтарының миелин қабаты зақымданады. Бұл процесс ұзақ уақытта дамиды, бірақ белгілерін әр адам сезеді. Аяқтың үйуі, түнде шаншу сезімі, аяқтың табанының жансыздануы, тепе-теңдіктің нашарлауы, әлсіздік. Бұл дәл қант диабетіне дейінгі кезеңнің белгісі. Бесінші, ағын ішектегі пайдалы бактерияларды жояды. Бұлшықетке энергия жетпей қалады. Ағын өңбелген өнім болғандықтан, палшығы жоқ, витаминдері жоқ, ішекке пайдалы зат бермейді. Бұдан ішектегі